Split screen экранды бөлу үшін бізге керек мындай видео. Видео үстінде view батырмасын басамыз. Show guides. Көз осындай сызық пайда болады. Сосын view show guides'ın астында add guides. Так, бұл жерде бізде 50% вертикальный основа көріп бізде. Окей. Енді біз видеомызды жазып көреміз мысалы. Керек жерін жазамыз. Қалған жерімізде керек жоқ. Ол үшін біз өтеміз. Енді арты жерін қиытсаймыз. Сол үшін бізге crop эффекті керек. Арты жерін арай қолын жақтан қиып аламыз. Ше. Қалай тексеріп аламыз. Дәл ма? Кішкене қалды. Отсека. Отсекатіне 5. Дәл түсті. Мәлімді керегін жұрталамыз. Егер ол видеоның көрінісі керек қомсаға. Так, қандай видеоны кішкене жұрталайық. Әдемі. Енді бізге керек Cropping'da Pen Tool осы инструмент қамаймыз. Машина бастап шегін жүргіземіз. Сосын кейін қандаймыз. Мына ерекшелігімді алып тастау үшін экранның бос жеріне бассамыз. Мына біздің сызығымызда біз тексереміз мысалға. Жауап тұрма? Жауап тұрған жоқ. Ол үшін екі жағын созамыз. Ол үшін бізде таңдаймыз. Қалыңдығын қандаймыз. Енді әрқайсы 40, 30 әрқалай. Таңдаймыз. Содан кейін керек Pen Tool инструментті Pen Tool осылай қоя саламыз. Астымызға керекті әуенімізді қоямыз да дайындап қоямыз. Экран бөлу өзі 2, 3, 4 форматты бөлу бар. Біз сіздерге тек қана осы қарапайым мысалын көрсетіп отырмыз. Жазыңыздар, қосыңыздар, қазақша контентті көмектейік.